Сәлем баршаңызға. Бүгін біз оңай әрі тез тоқылатын пинетке тоқып үйренетін боламыз. Менің есімім Мұрада, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз табанды өткен сабақта тоқыдық. Мен ссылкасын қалдыратын боламын қазір. Табанның біз қазір бортигін тоқитын боламыз. Ол үшін осылай арасынан крючогымызды өткізіп, жібімізді осы жерден өткізіп, мынау бізде теріс беті сырты болады, мынау оң беті ішке қарайды. Екі воздушная петля жасаймыз. 1, 2. Ары қарай полустолбик тоқып шығамыз барлық қатарға. Петляға полустолбик тоқып шығатын боламыз. Міне осылай арасынан өткізіп, жібімізді шығарып, полустолбик мынау 3 ілініп тұрған крючоктағы 3 ілмектен де өткіземіз. Накид. Жібімізді шығарамыз. Мына үшеуінің арасынан өткіземіз. Накид. Арасынан өткізіп, жібімізді шығарып, мынау 3 петляның ішінен жібімізді өткіземіз. Бұл бізде полустолбик деп аталады. Осы бірінші қатардың барлығын осылай тоқып шығамыз. Накид. Арасынан өткізіп, жібімізді шығарып, 3 петлядан өткіземіз. Накид. Жібімізді шығарып аламыз, 3 петлядан өткіземіз. Накид. Арасынан жіпті шығарамыз, 3 петлядан өткіземіз. Үшеуінен де өткіземіз. Накид. Жібімізді шығарамыз, 3 петлядан өткіземіз. Осылай. Мынау ішкі беті міне осылай болып тұрады. Сырты. Осылай ровно болып шығады. Осылай айналдырып отырып тоқып шығамыз полустолбикпен бірінші рядты. Неге мен бірінші ряд аяқтап қалдым, міне осылай шығып жатыр. Соңғы петлялар, накид. Арасынан жіпті шығарып, 3 петлядан өткіземіз. Накид. Арасынан өткіземіз жібімізді, 3 петлядан өткіземіз. Накид. Жібімізді шығарып, 3 петлядан өткіземіз.
мына жерде маркер тағып қойыңыздар сіздер. Мынау ең жоғарғысында 3-ші петляға қосамыз. Ары қарай екінші ряд 3 воздушный петля, накид. Мына жерге маркер тағуды ұмытпаймыз. Әр петляның ішіне столбик с накидын тоқып шығамыз. Бұл екінші қатар бізде столбик с накидом. Накид, келесі петляға столбик с накидом. Накид, келесі петля, столбик с накидом. Бұл жерде де екінші қатарда ешқандай өзгеріссіз. Әр петляның ішіне бір-біруден столбик с накидом тоқып шығамыз. Байқасаңыздар, біз міне пинеткиді ішкі бетінен тоқып жатырық. Көбінесе сыртынан тоқитын едік, айналдырып, бұл пинеткиді ішкі бетінен тоқимыз. Осылай айналдыра отырып тоқып шығамыз өзіміз. Екінші қатардың соңғы жағы накид, столбик с накидом. Келесіне столбик с накидом. Мына жерде тоқымаймыз, бұл жер бізде соединительный петля жасаған жерімізге тоқымаймыз. Маркерімізді алып, осы жерге қосамыз. Ары қарай 3-ші ряд воздушный петля, маркерімізді тағамыз. Енді келесі петляға столбик с накид, без накида тоқимыз. Столбик без накида. Бұл жерде барлық айналдырып отырып столбик без накида тоқып шығамыз. Осылай бізде 3-ші, 4-ші қатар столбик без накида болады, екі қатарымыз. Айналдырып тоқып шығамыз. Осы бізде бірінші қатары, осыдан кейін екінші рет столбик без накида тоқып шығамыз.
міне мен 2 столбик без накида тоқып шықтым. Бұл бізде 4-ші ряд. Маркерімізді шешіп, осы жерге соединительный петля жасаймыз. Бізде бортик дайын. Осылай шығады. Бортик бізде 2 сантиметр болу керек. 2 сантиметр, менде барлығы 4 қатардан тұрады бортик. Бірінші қатар полу столбик, екінші қатар столбик с накидом, үшінші және төртінші қатарлар столбик без накида. Егер сіздің бортигіңіз 2 сантиметрге жетпесе, тағы да бір қатар столбик без накида тоқып жіберсеңіз болады. Енді ары қарай біз тұмсығын тоқитын боламыз. Ол үшін, тұмсықты тоқу үшін бізге осылай сызғышпен өлшеп алу керек. Шамамен 4,5 сантиметрді. Көзбен осылай өлшеп алып аламыз, маркерді тағып. Бірінші жағына және екінші жағына 4,5 сантиметр. Енді ол бізде симметричный болу үшін санаймыз. 30 болу керек осы жердің арасы. 30 петля болу керек. Санап аламыз. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 2 петляға менде артық. Қайттан қараймыз. Осылай дұрыстап. Және мына жағынан да алып, осылай салыстырамыз. Мына жағынан да аламыз. Сосын осылай бірге қойып, салыстырамыз. Бірдей болып тұрма. Енді санай береміз. 30. Болып тұрса да, екі жақ бірдей болмай тұрады. Біреуі алға кетіп қалады, біреуі артқа. Осылай түзеп аламыз. Неке, енді түп түзеу болды. Осы жерден енді маркерімізді алып, тағы да осылай ішкі бетінен тоқимыз тұмсығын. Маркерімізді алып, осы жерден 3 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3. Ары қарай келесі петлядан өткізіп, столбик с накидом тоқимыз. Енді бізде бірыңғай қысқарту болады тұмсықта. Столбик с накидом аяқталмаған, жаппаймыз төбесін. Ары қарай міне екінші петляны аламыз. Столбик с накидом. Осы үшеуін бірге тоқимыз. Сол кезде бізде тұмсық өзі қысқарады. 30 петлямыз, 15 петля болады. Біреу,
екінші петлядан аламыз. 3 петляның ішінен өткіземіз. Біріншісі, екінші петля, үшеуінен өткіземіз. Сонда 2 столбик с накидом бір төбешікте тоқып атырық қой. Үшеуінен өткіземіз. Столбик с накидом, аяқталмаған. Келесіне столбик с накидом, үшеуінен өткіземіз. Сонда бізде барлығы 15 петля болады бірінші қатарымыз. Мінекей соңғы жағына келдім. Столбик с накидом. Маркерімізді аламыз. Аяқталмаған столбик. Осы жерден столбик с накидом аяқталмаған. Үшеуінің ішінен өткіземіз. Бірінші қатарымыз бітті тұмсықтың. Осылай шығады тұмсық. Бізде бұл жер 15 петля. Екінші қатар 2 воздушный петля. Жаңағы 30-ымыз екеуден тоққанда 15 болды. Енді осы екінші қатарымызда тағы да қысқартамыз. Дәл осылай тоқимыз екеуден. Накид. Біріншісіне емес, екінші петлядан бастап тоқимыз. Столбик с накидом. Бірге накид. Аяқталмаған столбик. Аяқталмаған столбик с накидом. Үшеуінен өткіземіз. Дәл жаңағы бірінші қатардағыдай. Бұл жақта да осылай қысқартып отырамыз. Үшеуінен өткіземіз. Аяқталмаған столбик с накидом. Үшеуінен өткіземіз. Жаңағы 15 петлямыз бізде бұл жерде 7 столбик болып қалады. 7 петля болып қалады. Соңғы жағында 4-еуін бірге, 3-еуін бірге тоқып жібереміз. 1, 2. Себебі ана соңғысы бір өз қалып қоятындықтан. Сол кезде бізде крючокта 4 петля болады, 4-еуінен өткіземіз. Мына осылай болады тұмсық. Бізде бұл жерде 7 столбик с накидом. 6, міне 7-шісі. Әрі қарай 3-ші ряд, соңғы қатары. 2 воздушный петля. Накид. Бұл жерде барлық 7 петляны осылай іліп алып шығамыз. Аяқталмаған столбик с накидом. Сол кезде біздің крючогымызда 7 петля тұру керек.
6, жетіншісі. Осы 7 петляның ішінен өткізіп бекітеміз. Мінекей бізде тұмсық осылай бітеді. Үш қатардан тұрады тұмсық. Әрі қарай тіл тоқитын боламыз. Тілді тоқу үшін мынау ең бірінші маркер қойып тұмсық бастаған жерімізге крючогымызды өткізіп, осы жерден 3 воздушный петля жасаймыз. 1, 2, 3. Әрі қарай мына жерлердің барлығынан санап отырып 15 петля, 15 столбик с накидом алып шығуымыз керек. Мынаны қосқанда, 3 воздушный петляны қосқанда. Бірінші жаңағы, мынау екінші столбик. Жобамен ала бересіздер ғой қарап. Үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегіз, тоғызыншы столбик с накидом. 10-шы, 11, 12, 13, 14, 15. Соңғы сол маркер тұрған тұмсық тоқып бастаған жеріміз. Мінекей, бізде осы жерде барлығы 15 столбик с накидом. Әрі қарай екінші қатар 3 воздушный петля айналдырамыз пинеткамызды. Тілді санап отырып, әр петляның ішіне столбик с накидымнан тоқып шығамыз. 15 столбик с накидым болу керек. Бұл бізде тіл барлығы 7 қатардан тұрады. Екінші қатарды тоқып жатыр. Осы екінші қатардан кейін өзіміз 5 қатар тоқимыз. Мінекей 7 қатар тоқып болдық. Енді әрі қарай 6, 7. 7 қатар столбик с накидом. Әрі қарай 8-ші қатар бұл соңы, воздушная петля. Бірінші емес, мынау екінші петлядан бастап столбик без накида тоқимыз. Келесі
петляға полустолбик тоқимыз. Одан кейін 9 столбик с накидом тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі петляға полустолбик тоқимыз. Одан кейінгісіне мынаған тоқымаймыз, но ең соңда столбик без накида тоқимыз. Бұл бізде тіліміз шамалы осылай доғал болып тұру үшін осылай тоқимыз. Тіл барлығы 8 қатар.